Қайырлы күн тағы да. Мен осы видеомда қиярлар туралы айтқым келеді. Яғни қиярлардың бойының әбден 1-1,5 метр болып өспей-ақ өнім беруі мүмкін екен. Сондықтан мұны сыртынан қарап, осындай мына қиярлардың кішкентай деген сияқты кішкентай қияр өсіп келе жатқанда жақын арада өнім бермейді ау деп жай ғана суарып қойып бейжай қарауға болмайды екен. Осы даладағы қиярларыма мен бірнеше рет жаңағы арам шөптерден жасаған коктейлімді құйып, қателеспесем 3 рет құйдым ғой деймін. Кішірек, мынадан да кішірек кезінде құйдым. Өйткені жылыжайдағы қиярларымның жақсы өсіп келе жатыр деп суарып, құр мәз болып жүрген кезде жаңағы гүлдерінің көбісі пустоцвет болып, және де ыстық болып, сол жер көктемде 40 градустан іші асып, ыстық болып кетіп, ыстық та әсер етіп, және де әлі келмей қалды ма, пустоцвет көп болып, қиярлар аз болып қалғанын білесіздер. Қиярларын 1-2 күн қалды деп ұзақ күтіп қалғам негізі. Сондай кез болған. Сондықтан мына қиярларға да далаға отырғызғандықтан кішкентай кезінен бастап күтім жасап, жаңағы шөптерден жасалған дәруменімді ертерек құйдым. Соның нәтижесінде ана жол осыдан 2 күн бұрын ба сол қияр алып видео түсірген болатынмын. Енді бүгінде міне пустоцветтері өте аз, кішкентай қиярлары көп. Мына жерде көп, міне өсіп жатыр. Сондықтан мына түбінде де міне осындай қиярлар көп. Бүгінгі түбіндегі қиярларды тағы алу керек. Өткенде басқа түптен алған болатынмын. Қасындағы түптен қияр алған болатынмын. Қателеспесем, сол қасындағы түптен алдым ба, или осы түптен алдым ба, міне бүгін тағы қияр алдым. Енді қазір мына тағы түбіндегілерді алайын деп, алмас бұрын сол телефонымда кеп осы видеоны түсіріп отырмын. Өйткені бойына қарамай күте беру керек екен. Сондықтан осындайда 70 сантиметр ұзындығы бар қиярдың өзі бір отбасына мысалы күнделікті жейтін, таңертеңгілік жейтін қиярларын өсіріп дайындап отырады екен. Әрбір жерден енді біреу, сондай мынау сияқты жерден 4-еу алып қиярларды ала берсе, сондай әжептәуір жейтін қияр шығады. Мына жақтарда да қияр бар, бірақ дәл бүгін жинайтындай емес, енді бармақтай, саусақтай сондай қиярлар табылады. Сол осы бір видеомды түсіріп қояйын деп, 2 күн жаңбыр жауды, 2 күн күні бойы да сіркірепті, шелектеп те құйды. Сондықтан 2 күн бау-бақша суарылған жоқ, бірақ дала ылғалды, ауа райы жаңағындай таза, сондай жер ылғалды болып тұр. Сондықтан 2 күн суарған жоқпыз. Бүгін де суармайтын шығармыз. Жалпы ауа құрғап жақсы болып келе жатқанымен, топырақтар әлі де су ылғал бар топырақта. Жалпы осылай өсіп келе жатыр. Назарларыңызға рахмет. Сау сәлеметте болыңыздар. Менен жаңа видео күтіңіздер.